Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кофеханадағыдай өте керемет холодный кофе дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дәл осы рецептімен жасап көріңіз. Мен бұл рецепті бірнеше мәрте тексеріп, сосын ғана сіздермен бөлісіп жатырмын. Ең алдымен ыдысқа 2 шай қасық кофе және де 2 шай қасық қант, 2 шай қасық салқын суды құйып, миксердің көмегімен жақсылап шайқап алатын боламыз. Міне осылай миксердің бір ғана бетін қойып, жақсылап араластырамыз. Егер де сізде арнайы құрылғы бар болса, сонымен араластырсаңыз жақсы, ал егер де жоқ болса, мен секілді дәл осылай миксермен араластырсаңыз болады. Міне біздің кофеміз дәл осылай қоюланған кезде үстінен тағы да 2 шай қасық салқын суды құйып, жақсылап араластырамыз. Одан соң қайтадан миксеріміздің көмегімен кішкене қоюланып, әдемі масса шыққанша осылай жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің кофеміз осылай дайын болып шықты. Ал енді біз сүтімізді дайындаймыз. Керекті ыдысымызды алып, ең алдымен 100 мл сүтті құйып, үстінен шамамен 5-6 кубик осындай мұзды салып, қайтадан үстінен 50 мл сүтті құямыз. Одан соң ғана кофемізді бетіне құйып, жақсылап араластырып, сусынымызды бере берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар, өте керемет болып шығады. Ас болсын. Видео рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.